талай кезігеміз. Енді біз енді біртіндеп осылай қарай енді таяп келе жатқандағымыз осы енді. Өйткені біз енді ана жерде биыл Қатшыбай кететін болса, Майраш келіп қойды міне. Қатшыбай кететін болса, біз жалғыз үй қалатын сияқтымыз. Қатшыбай келем деп жүр ғой. Келеді. Сонда ешкім қалмайды ол жақта. Не болса енді неменеге әлгі есің бар елін тап деп осы ескіменен Макон осы жерге ана аңсар үшеуін мекендеткізейік, сосын артынан өзіміз бірге біртіндеп келейік деген осындай ойменен жүрміз. Ал енді жылы басқа үйге көшетін болуымыз керек, салып жатқан үй бар. Ол енді бітетін шығар. Енді жылы осы уақытта, дәл осы уақытта болады. Көп рахмет. Мен ең жақын жанашырларым енді сендерсіңдер. Біз ауыр сырқақ болатын болсақ, сендерден жақын бізде ешкім де жоқ. Енді Ләйләні қоспағанда, Ләйлә бүгінгі жаңа айтты ғой келмей қалды деп. Ауылашарға кетіп қалды. Бірден қамқор болып жүріңдер, танып жүріңіз, жаңа балалар бірін-бірі танымай жатыр мысалы. Алматыдағы сөйтіп араласып келіп кетіп жүрсе, бірін-бірі танып жүреді. Өйткені бәріміз енді Сақаба деген шал болған. Сол шалдан тараған осы жаңағы суретке түстік қой, енді тек осы жердегі енді бір тобы Алматыда, бір тобы жаңа Өскеменде жатыр. Сонымен өзі үш жерге топы немесіп отырмыз. Менің әкем Сақаба деген кісі ең алғаш ерте заманда енді байдың баласы болған жастайынан келіншек алып беріпті. Содан келіншегі босанады ғой бір жылдан кейін. Босанған кейін жәндегі бірге ойнап жүрген балалар мазақтап, сен немене келіншек алып қойдың, балалы болдың, шал болдың, айттың, бүйттің деп сөйткенде шамдан келіншегін баласымен қайтарып жіберген. Неше жас кезінде сонда? Сонда 17 жасында. Енді жас, өте жас емес қой енді. Енді 16-та үйленіп отыр. 16 деген өте аз ғой. Сосын кейін Қандай кез ғой? 17 жас деп тұр ғой. 16 үйлендіріп. Қақан үйлендірсең болады. Содан кейін дейді кісі, одан кейін елден таңдап жүріп, 20-дан асқаннан кейін Қатипа деген сұлуды алыпты. Ең сұлу қызды таңдап алған ғой, өзі сері мықты жігіт болған. Біздің әкеміз 88 жасқа келді ғой. Мадыр сендер көздерін көрді. Мен қайтыстым. Мына туып жатқанда қайтыс болып жатты айтқандай. Жетісің ба? 87. Жайкеде телефонда көрдім дедім. Бірақ сыртынан ғана көрдім ғой. Содан кейін әгер сұлуды алғаннан кейін 20 жыл отырғанда Құдай бала бермей қойды. Енді алдына баладан безді ғой. Сол өзі сөйтіп айтады. Баладан бездім, Құдай тілегімді қабылдады, бала бермей қойды. Енді қайт. Үстіп 20 жыл отырғаннан кейін әбден 40 нешеге келгенде маңайдағы ағайын туысқандар, сен енді бедеу қатынды таста, басқа қатын ал деп біздің шешемізді алып берген. Содан кейін біздің шешемізді алып бергеннен кейін менің алдымда екі әпекем туып, екеуі де қалыпты. 10 күн тұрып бар. Содан кейін барып мен тоқтап қаппын да, оның кейін Құдайға шүкір, сол кәртегенде айтып отырады. Алғашында баладан бездім, онан бала сұрасам да Құдай бермей қойды. Оны кейін енді кәртегенде тілеп едім, Алла берді. Сонымен 8 ағайынды болдық міне. 5 ұл, 3 қыз. Құдай тілегін берді соңында. Осындай келген енді сол ағайындар бізде енді өзі ауырып жатып тапсырып кеткен. Ең үлкені мен ғой енді. Ең үлкені мен болғандықтан мен сол кезде 40 неше келген ердің партия комитетінің бөлім бастығы үлкен қызметте болатұғым. Содан ерден келдім, өзі ауырып жатып, сонда бізге өсиет айтып кетті. Ең бірінші барлығын тату болыңдар. Ортадарына қыл етпейтін болсын, беттіңе біріңе ешқандай еш болмасын деп тапсырып кетті. Біз енді өзім ойлаймын енді, ол кісінің сол айтқанын орындадық деп. Біз ағайынды 8-іміздің ішімізде біріміздің бір күн бетіне бір күн қарап көрген ешкім жоқ. Біріне бірі сондай естідіңдер ме? Естіген жоқсыңдар солай ма? Бәріміз өз бірімізге біріміз қамқорбыз.
жаманшылығымызды жақсылығымызды. Енді менің тілейтінім біз енді тараған ұрпақ балалар осындай қамқор болу керек біріне бірі. Ескі қайда кетіп қалды ғой. Жәуелде ескі естіп жүріп, оған күнді айтып жүрмін. Сондықтан осы жердегі ең ауылда қалған ақсақалы мен енді. Сол Сақабаның әулетінен. Енді Сақабамен бірге тұтқан Сәдібақас деген кісі бар. Оның балаларын енді жерде білесің, иә? Оны Өскемендегі. Шәке біледі. Юсуф. Осыменен бірімізге біріміз сол енді мен шамам келсе барып тұрамын. Сосын Өскеменге де барамын енді. Қанша жүретінімізді бір алла біледі. Былтыр неменеге Алматыға барып қыдырып келдік. Алматыда сол енді бүткіл ағайындарды барлығын енді кемпір екеуміз қан көтеріп 20 күн аяғымызды жерге тигізген жоқ. Оған келді. Ағайын туыстар деген екі шалдың, үш шал бар. Сол үш шалдың балаларының барлығы аяқтарына тік тұрып күтті. Ризамыз. Ал енді Жақау менің өз балам. Оны білесіңдер, естіген шығарсыңдар. Естімесеңдер, келіңдер біліп алыңдар. Жақауда әкесі кішкене кезінде маған бізге әкеп беріп, өз қолымен табыс етіп беріпті тағы. Сонан кейін біз еркіндікке көшетін болып, әйтімейтік сосын жайын деп балалардың ішіп өздерінде тұрсын. Бірақ аты бізде, енді заты сендерде жүре берсін. Деп сөйтіп қойған баламыз болады оны. Оның еріндіге дейін барды, оның кейін біз еріндіге көшіп кеттік. Оны қайтып ойланып келдік, өзі 4 жасқа дейін біздің үйде болды болады. Оның кейін соңында сол әке шешесінің жанына бардым. Бірақ оларды бұл ағатай дейді, мен әке дейді. Соның ішінде ендігі балалардың ішіндегі енді өзіме ең жақын осында өзіміздің енді баламыз осы Жақау. Енді Жақау бүгін міне жазды күні үй салып жатты. Тойға тілеуге бара алған жоқ. Оны өзіміз айтқанбыз, рұқсат үйіңді бітіріп ал деп. Келмей-ақ қой деп былтыр айтып кеткенбіз. Енді келіннің оның кейін балалы болған көргелі әдейілеп қыдырып келіп отыр. Әдейілеп келіп отыр. Сосын кейін енді барлығы сол енді бір дастарханда бірге болыңдар деп бүгін шақырып дәм татырып жатырмыз. Ал енді жиен дегенде біздің әулетіміз. Жиенді оның әулеті емес деп айтқан кісі менің немене жұрағатым емес деп Мұхаммед пайғамбар айтқан дейді ғой. Сол сияқты Менің үмбетім емес. Менің үмбетім емес деп. Сол ұқсаған міне жиендер бұлар енді біздің енді сол айырмашылық жоқ. Қыздан туды не, ұлдан туды не, сол енді бәрібір деген сөз. Енді маған енді қарайтын болсаң енді бір сөзіне қарағанда енді Жақа өзімізге икелі болғандықтан жақын сияқты, иә. Бірақ маған жақыншылықтың үшеуі білмейді. Сен мысалы ұлдан тусаң, назар қыздан туып тұр бір кісі. Сондықтан енді барлығың енді орталарыңа тату болыңдар, бірдерін танып жүріңдер. Мына күннен бері шынын айтқанда мына келінді үйге кіргізе алғам жоқ, біз өзімізде де мен бар дегенменен зерден айтамын. Дегенменен біздің өзіміздің тұрақты үйіміз тағы болған жоқ. Кісінің үйіне кісі шақырып тағы кетіп қанша өз балаң болса да Ләйлаға өзі мұрнысы жетпей жүр. Келін өзі кірмейді. Келін өзі кірмейді. Ене сөйлетіп қойды. Шақырып Қанша кірмей қойды Алматыға. Келіні бармыз бе? Шақырып кіргізуім біздің міндетіміз. Үйше көрсететін. Біз бала жүзінде шақырғамыз. Бала жүзінде шақырғамыз. Келген Алматыда кірмейді. Ал соның кейін енді бір жақ енді дере келінді шақырып отырмыз. Шақырған деген осы бала мен үйім мынау. Келіп тұр. Бүгін де келіп, разымыз келіп жүрдің пайдаланайын. Өркенің өссін, бақытты бол. Батамызды береміз. Ал енді мына жиен келіндер жайнаменен
O kadar bu endi eskirip ketdi. Eskeskeydi. Demesinden de. Men yok bu geldiler. Çengesinin balları Kendi var. Aynur bizim жаңа uqtun da özümüzün kendimiz ekendiğini. Oldu endi Sakidin başka balazar bir töbe, Çakav menen Aynur bir töbe.